Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сөз жұмбақ құрастыратын сайтпен таныстырғым келіп отыр. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық, әріптестер. Менің видеоларым жіберіп алмас үшін осы каналға тіркеліңіздер. Бұл сайттан сіздер бірнеше сөз жұмбақ құрастыра аласыздар кез келген тақырыпта. Және бұл жерде суретпен қоюға болады. Мен сіздерге суретпен қоюға болатын түрін көрсетемін. Изображение деген жерге біздер суретті қандай сурет болатынын таңдаймыз. Мысалы, семья, болмаса ананың суреті. Мен қазір отбасылық сөз жұмбақ құраймын, соған байланысты мен суреттерді таңдаймын. Мына жерде отец, яғни отбасының мүшелеріне қатысты сөз жұмбақ болады. Және келесі ответ деген жерге дұрыс жауабын жазамын. Мен ағылшынша құрап жатырмын қазір. Яғни мысал ретінде сіздерге көрсету мақсатында. Яғни мен ағылшынша дұрыс жауабын жазып қоямын. Осылай сіздер келесі болатын сұрақты енгізе бересіздер астасына. Яғни сурет қосу арқылы, изображениені таңдау арқылы суретті таңдап, ответ деген жерге дұрыс жауабын таңдау арқылы бірнеше суретті енгізуге болады. Осының ең астына қарай түссеңіз, шрифт деген жер бар. Сол жерде өзіңіз таңдай аласыз шрифттерді. Ол жерде Time News Romanға қоюға болады. Кез келген шрифтті таңдай аласыз берілген. Және ең соңында получить кроссворд дегенді басасыз дайындап болғаннан кейін. Мінекей біздің сөз жұмбағымыз дайын болды. Осы жерден бірден шығарып алуға болады. Бұны оқушыларға шығарып жеке орындатуға болады, немесе тақтаға іліп қою арқылы орындатасыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.